Салем достар, мен Аян. Біз қазір настройка деген видео шығаратын боламыз. Алдындағы скайблок бар ма, соны айтып едім ғой, соған видео дайындадым. Сізге настройканы үйретіп берейін. Міне настройка кірдік, мына жерде кратикке қоюға болады, міне. Мына жерде ештеңе істей алмайсыздар. Міне қараңыздар, мына жерде осылай жүргенде, міне. Ал бұлай қарасаңыздар, бұлай плюске қою болады. Міне. Ол неяққа кетіп қалмайды дейші. Осын екінші настройка. Ол ат өзгерту болады. Кіргендеріңіз, ортасында тұрады, соны басыңызда. Оны стикті өзгерту болады. Ал мына жерде манағы мен айтқан жоқпын ба? Соны өзгерту болады, міне. Азыр лайктарыңызды басып кетіңіздер. Олай көрсеңіздер, міне, былай істеуге болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Сосын тағы да настройка бар. Видеоны да қоясыздар ғой, міне. Осылай тұрғанда, маған кіресізде, осылай тұрғанда, настройка осындай қоя, настройка. Одан сіздерге мынандай қойып беремін. Қараңыздар. Міне. Қазір біз осыны қазір жүректі астыға алып беремін. Мына асты кесізді кашишкені басасыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Ал мынада қара, мына жерде мод қосуға болады. Мына жерде мод қосуға болады. Осылай. Осы настройканы үйреткеніңізге лайк басыңыздар. Осы сіздерге тағы да көрсететін бар. Онда қараңыздар, осы Майнкрафтқа кіргеннен кейін мына жерде настройканы көріп тұрсыздар. Осыны басамыз. Сол өзінде мына қараңыздар. Мен сіздерге осыны үйреттім. Міне қара, мына жерде өзгерту болады. Міне қара, мысалы бүйтіп болады. Бүйтіп казак деп болады. Көрдіңіздер ме? Онан кейін сіздерге мынаны үйреттім ғой. Осыны кашетка қоқасын жүрек астында тұрады. Онан сіздерге мына файл бар еші. Мирдің бүкілін түзеп берді. Онан кейін мына жерде тіл бар. Тілде мен осы русский язык былай. Көрдіңіздер ме? Міне. Осымен лайк басып, настройка осы үйрене алыңыздар. Мына давайте. Осы видеоға 50 лайк жиналса, тағы да видео шығарам.